Бүгінгі видеода біз әртүрлі жастағы ойыншылардан құрам жинайтын боламыз. Яғни айтқанда, әртүрлі позицияда әртүрлі жастағы ойыншылар. Құрам жинауға бізге колесо фортуны көмектеседі. Ол арқылы біз ойыншының жасын анықтап, кейін ойыншының позициясын анықтайтын боламыз. Осылай 11 ойыншыны жинағанша жалғасады. Бәрі түсінікті деген ойдамын. Ендеше кеттік. Видеомызды бастайық. Алғашқы ойыншымыздың жасын анықтайық. Неше жастағы ойыншы екен және бұл ойыншының жасы бізде 19 ба әлде 20 ма? Және 20 жастағы ойыншы. Ендігі кезекте ойыншының позициясын анықтау керек және ол бізде орталық жартылай қорғаушы. Бізде әрине ол ойыншы Пабло Гави. Барселонаның өте керемет жас таланты. Қазір біз осы ойыншыны қатарымызға қосуға тырысатын боламыз. Бұл ойыншының құны бізде 66 миллион евроны құрайды екен. Ендеше кеттік. Қазір біз осы ойыншыны сатып алу үшін келіссөздер жүргізетін боламыз. Гавидің құны 66 миллион екен. 69 миллион ұсынып көрейікші, келсе ме екен? Я, міне бірден келісті, тамаша. Осылайша алғашқы ойыншы қатарымызға қосылды. Өте керемет, потенциалы жоғары жартылай қорғаушы. Көп созбай қойып, бірден екінші ойыншыға өтейік. Енді екінші ойыншының жасын анықтайтын боламыз және оның жасы бізде 35 пе әлде 36 ма? 36 жастағы ойыншы екен. Енді бұл ойыншының, яғни 36 жастар ойыншының позициясын анықтайық. Қай позицияда өнер көрсетеді және оң қапталдағы вингер екен. Бізде міне 36 жастағы оң қапталда өнер көрсететін вингер PSV-ның ойыншысы хорватиялық Иван атты ойыншы. Оның құны бізде 10 миллионды құрайды екен. Ал кеттік, барынша енді сатып алуға тырысатын боламыз. 10 миллион болса, примерно 12 миллион жетеді. Жоқ, бізден баса бір ойыншыны сұрап тұр. Келсе салайық жақса. Міне екінші ойыншыда қатарымызға қосылды. Кеттік, үшінші ойыншыға өтейік. Үшінші ойыншының жасы нешеде екен? Қазір бірге анықтайтын боламыз және бұл ойыншының жасы бізде 28 екен. Енді ойыншының позициясына келсек, ол ойыншының позициясы бізде шабуылдаушы, орталық жартылай қорғаушы. Міне бұл ойыншы бізде бразилиялық Малком қазіргі таңда Аль-Хиляльдің сапында өнер көрсетеді. Жалпы бұл ойыншы да өте жақсы ойыншы деп білемін. Қазір оның құны бізде 36 миллион евро. Келісуге болады негізі. 36 миллионды ұсынайықшы тура. Келісетін шығар деп ойлаймын өз басым. Келсе ме? Жоқ, басқа бір ойыншымыз сұрап тұр. Давайте келсе салайықшы жақсы. Осылайша үшінші ойыншы да қатарымызға қосылды. Меніңше тез құрамды жинап келе жатырмыз. Ендігі кезекте төртінші ойыншы. Ал төртінші ойыншының жасы қандай екенін анықтайық. Және бұл төртінші ойыншының жасы бізде 31-де екен. Ал енді ойыншының позициясын анықтайық. Бұл ойыншының позициясы бізде қақпашы екен. Бізде 31 жасаға қақпашы, ол Эвертонның сапында өнер көрсететін англиялық Пикфорд. Өте керемет қақпашылардың бірі, тіпті ол Англия ұлттық құрамасының қақпашысы. Қазір оның құны бізде 26 миллион евроны құрайды екен. Демек бір 30 миллионға беруі тиіс. Және бере ме? Я, келсек тамаша. Міне бізде өте тәжірибелі қақпашы қосылды. Өте керемет трансфер болды деп есептеймін. Енді біз келесі 5-ші ойыншыға өтейік. 5-ші ойыншының жасы неше болады екен? Қазір көрейік. Бұл ойыншы бізде 18 жасар ойыншы екен. Ал көрейік, 18 жасар ойыншының позициясы қандай болмақ? Бірге анықтайтын боламыз және ол орталық жартылай қорғаушы. Мен тапқан ең мықты деген 18 жасар орталық қорғаушы ол Миллер, яғни шотландиялық ойыншы. Я, рейтингі 71 болғанмен, оның потенциалы өте жоғары, сол себепті де осы Миллерді сатып алмақшымын. Оның құны 5 миллион екен, 4 миллион 600 мыңға беретін шығар, я, беріп тұр, келісті, тамаша. Міне осылайша 5-ші ойыншымызда қатарымызға қосылды. Біз құрамның тең жартысын уже жинап тастадық. Енді келесі ойыншыға, яғни 6-ші ойыншыға өте берсек болады.
алтыншы ойыншының жасын анықтайтын кезде келіп жетті, және алтыншы ойыншының жасы бізде 27-де екен. Ал позициясы ше, қазір бірге көретін боламыз. Бұл ойыншының позициясы бізде шабуылдаушы, форвард екен. Әрине, бұл ойыншы бізде Виктор Gyökeres, Арсеналдың сапында өнер көрсететін ғаламат ойыншы. Алдыңғы маусымда Спортингте керемет ойынын көрсетіп тастаған болатын, және FC26-тағы рейтингі 87 екен. Ал көрейік қаншаға беруге дайын екен Арсенал құрамасы. Бір енді 70 миллион ұсынып көрейік, бірақ бағаны 192 миллион дейді. Жоқ, бұл тым көп секілді, 10 миллионға азайтып көрейікші. Және келсе ме? Я, келсі. Міне осылайша құрамға Виктор Gyökeres қосылып отыр. Енді өзінің голдарымен меніңше біздің құрамды талай қуантады. Ендігі кезек бізде 7-ші ойыншыға да келіп жетті. Ал енді ол ойыншының біз жасын анықтайық, және бұл ойыншының жасы бізде неше? 21 ме, 22 ме? 22-де екен. Ал көрейік, 22 жасар ойыншының позициясы қандай? Бірге анықтайық, және бұл ойыншының позициясы бізде сол қапталдағы вингер. Әрине, бұл ойыншы бізде Paris Saint-Germainнің ойыншысы Barcola, өте керемет вингер. Қазір біз осы ойыншыны барынша сатып алуға тырысатын боламыз. Құны енді 72 миллионды құрайды екен. Барынша енді арзанға алуға тырысамыз. Бірақ енді 72 миллионға бере қоймайтын шығар. Бір 87 миллионды ұсынып көрейік. Бірақ бағаны 95 миллион қылды. Біз қазір 90 миллион қылып көрейікші. Келсетін шығар, я? Келсе ме? Я, келісі. Міне біздің сапымызға Barcola да қосылды. Өте керемет жалпы шабуыл жасақталып келе жатыр. Міне Виктор Gyökeres пен Barcola шабуылда өнер көрсетеді. Ендігі кезек 8-ші ойыншы. 8-ші ойыншыға да келіп жеттік. Және 8-ші ойыншының жасын анықтайық. Және бұл ойыншының жасы бізде 23-те екен. Ал енді бұл ойыншының позициясы қандай? Бірге көретін боламыз, және оң қапталдағы қорғаушы. Өкінішке орай 23 жаста жоғары рейтингке ие оң қапталда өнер көрсететін шабуылшы жоқ екен, бірақ кең сапында өнер көрсететін потенциал жоғары Закария дейтін ойыншы бар. Қазір сол ойыншыны сатып алып көреміз. Бұл ойыншының құны бізде 17 миллион евроны құрайды. Қазір біз 20 миллионды ұсынып көреміз, және келісті. Небәрі 3 ойыншыдан кейін құрам толыққанды жиналатын болады. Сол себепті де бірден 9-ші ойыншыға өтейік. Ал кеттік, 9-ші ойыншының жасын анықтаймыз, және бұл ойыншының жасы бізде 25 пе? Я, 25 екен. Және әдеттегідей ол ойыншының позициясын анықтаймыз, және ол ойыншы бізде орталық қорғаушы. Бұл ойыншы бізде Свет Ботман, Ньюкаслдың сапында өнер көрсететін нидерландық қорғаушы. Қазір енді барынша сатып алып көретін боламыз. Құны 42 миллион 500 мың евро екен. Оңайлықпен бере қоймас, бірақ біз бәрібірде енді сатып алуға тырысатын боламыз. 48 миллионды ұсындық, және 51 миллионға бағаны өсірді, жарайды, келсеміз. Міне құрамға Ботман дейтін керемет қорғаушы қосылды. 10-ші ойыншыға өтейік. Ал 10-ші ойыншының жасын анықтап жіберейік, және бұл ойыншының жасы бізде 37-де екен. Бізде өзі 2-ақ позиция қалды, сол екеуінің біреуі түседі, және ол бізде орталық қорғаушы. Бізде бұл ойыншы Интердің сапында өнер көрсететін итальяндық Ачерби, 84 рейтингке ие ойыншы, ал құны болса бізде 9 миллион евроны құрайды екен. Ал кеттік. Бұл ойыншыны сатып алуға кірісек, оған бір 7 миллион жарайтын шығар. Я, тамаша. Міне осылайша 10-шы ойыншыда сапымызға қосылды. Қазір бір ғана ойыншы қалды, содан кейін құрам толыққанды жасақталынатын болады. Ендеше кеттік 11-ші ойыншыға. Біз 11-ші ойыншының позициясын білеміз, ол сол қапталдағы қорғаушы, және ол ойыншының жасы бізде 26-да екен. Тағы бір Интердің қорғаушысы бразилиялық Карлос Агусто, құны бізде 32 миллион 500 мыңды құрайды. Кеттік, сатып алуға кірісейік.
Қазір егер осы ойыншыны сапымызға қоссақ, онда толыққанды құрамы жасақталынатын болады. 40 миллионды ұсынамыз және келісті. Міне осылайша құрам толыққанды жинақталды. Міне біздің құрам дәл осындай болып жинақталды. Бір шолып өтсеңіздер болады. Енді біз маусымның соңына дейін өткізіп, қандай нәтижеге қол жеткізеді, соны бірге анықтайтын боламыз. Әр жас құрамасы бізде 38 ойында 22 рет жеңіске жетіп, 11 рет тең ойнап, 5 рет жеңіліс тауып, 77 ұпаймен 4-ші орынды иеленген екен, ал чемпион Ливерпуль клубы атанғанын көріп отырсыздар. Ал факапта бізде Лестер Ситиге қарсы алғашқы ойын болып, оларды 4-5 есебімен жеңген, минималды есеппен өте тартысты ойын болған. Солай 4-ші раундқа өткен, 4-ші раундта Уэсл клубын 3-0 есебімен жеңіп, 5-ші раундқа еш қайналмай өтті. Және 5-ші раундта қарсыластары Шеффилд атанды және оларды тіпті 4-0 есебімен жеңіп болып, 6-ші раундқа жолдама ала білген екен. Және 6-ші раундтағы қарсыластары бізде Манчестер Юнайтед атанды, тең ойнаса, бірақ өкінішке орай пенальти сериясында 5-4 есебімен есе жіберіп, факаптағы жорықтарын 6-ші раундта аяқтады. Ал Карабау капта алғашқы қарсыластары Лидс болды және оларды 1-3 есебімен жеңіп 4-ші раундқа өтті. 4-ші раундта Ньюкаслда 1-2 есебімен қаппа қалдырып ширек финалға өткен болатын және ширек финалда Арсеналмен тең ойнасып, бұл жолы да пенальти сериясынан жеңіліс тапты. Чемпиондар лигасына келсек, өкінішке орай небәрі 16-шы орынды ғана иеленіп қалыпты. Сәл бір түрлеу болды және тіпті плей-офф кезеңінде Фейнордқа қарсы есе жіберіп, сенсация орын алды десек те болады. АПЛ-дың үздік сұрмергені бізде Барколи атанды. 38 ойында 25 голдың авторы атана білген, өте тамаша нәтиже. Және дәл сол Барколи 38 ойында 11 голдық пас беріп, бұл жерде де топ үшікте табыла білді. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Видеодан лайктарыңызды басып арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бандос FIFA.